Сіздермен мен Матужен Ермекнұрай, 9 басым оқушысымын. Бүгінгі ата-анам жұмысындағы бір күн видеосында мен сіздерге әкем жұмыс орны және жұмыс барысын көрсететін боламын. Неліктен сіз осы мамандықты таңдадыңыз? Енді бұл нотариус деген, бұл құқықтық нотариат деген Қазақстанда бұл құқықтық институт. Сондықтан да тегезім заңды көмек көрсетеміз, нотариаттық іс-әрекеттермен түрлі құжаттарды куәландырамыз, заңдастырамыз. Сондықтан да жоғары заң оқу орнын бітіргеннен кейін осы өзінің жеке нотариалдық конторды ашу үшін аттестат алып, осы нотариус деген қызметті таңдадым. Ал кімдерге осы мамандықты ұсынасыз? Бұл мамандықты енді жаңа оқу бітіріп жатқан түлектерге, юриспруденцияны таңдаған азаматтарға ұсына аламын. Енді бұл нотариаттық қызметке келу үшін жоғары білім болу керек. Жоғары заң білімі, заң оқу орнын бітіру керек. Екіншіден, содан кейін 25 жасқа толған кез келген Қазақстан азаматы нотариаттық қызметке келе алады. Мемлекеттік аттестациядан өткеннен кейін.